О, неожиданно. Месси Роналду. Салқарада Конкуренция жоқ бізде. Иә, Нөл. ноль. Любой клубты алда, любой клуб жүргізіп кетті. Жоқ, ештеңе берген. Билет те бермейді ғой. Иә. Черняевке машина драйверге де сал жүрмейді ғой. Пике де кесіп қой. Погба деп қуып кеткенсің ба? Зорға жеткен финалды как можно просрать деген сияқты. Тупой гол ғана Гадиннің голы мысалы. Өзім ақ спонсировать етемін деген ниет бар, иншалла бір Тұрған гол. жүзім болып қана шіресі сыртынан шығып жатыр. Мынау Қойып берсе істейсің ғой. неге жасамасқа? Құрметті спорт сүйер қауым, неге офсайд подкастының продюсерлерінің шешімі бойынша біздің подкастта букмекерлік кеңселер, арақ, шарап, темекі немесе де басқа да денсаулықпен сіздің қаражатыңызға зақым әкелетін жарнама ешқашан болмайды. Егерде сіздер біздің ауқасы спорт қозғалысын қолдағыларыңыз келсе, каналды донатпен қолдауларыңызды сұранамыз. Біздің деректер осы видеоның сипаттамасында жазылады. Ана қара, бүгін бізде қонақта Сүлеймен. Қош келдің, Сүлеймен. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қазақстан футболының жайлы не айтасың? Ойын бар ма қазір? Не болып жатыр? Бір пікір айта аласың ба? Иә, Қазақстан футбол жайлы не айтуға болады? Біраз тақырыптар бар ғой, негізі айта берсең Қазақстан футбол жайлы. Ең важный саған қазір. Ұнамай жатыр ғой бәрібір. Бір несі андай, не болып жатыр? Не жетіспей жатыр сонша клубтарға барлық нәрсесі болса. Шли банальный тақырып ол ше, негізі мынау жетіспейді, әкім ауысады, әкім ауыспайды, президент ауысады, частный клубқа бармайды деген шли банальный тақырып. Просто оны айта беріп құлаққа кәдімгі бір қан шығады уже. Оны айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол бір өзгеріс болып жатса болады. Қазір орда басылып қалды, тобылып қалды. Жалпы Европада шайып жүргені ол комплексный проблема. Бір Бәкен кетіп қалыпты, мысалы, Бауыржан Абдыбаев ордабасынан кетіп қалыпты деген нәрсе фактордан ұтылып қалған жоқпыз біз. Или там Сиднев қалып кетті деген фактордан ұтылған жоқпыз. Ол факторлар бар, бірақ единичный да. Бір мысалға Сидневтің тактикасы деп те айта алмайсың да. Ол жерде раздевалканың атмосферасы бар, игроктардың настройы бар, может айлық төленбеген шығар. Көп факторлар бар да. Солардың бір результаты мынау жалпы шайыс ойын. Жалпы Астананы ғана басқаша айтуға болады. Жақсы ойнады. Просто Астана опыты бар. Білмеймін, менеджменті басқа деп айта алмаймын. Опыты бар. Онда давай сразу Европаға өте салайық. Разница жоқ. Подкаст сенікі ғой. Я мен сенің бір подкасттарын көргенім. Сен бір командаға жанкүйер емессің. Бір таңдап. Жанкүйер деген нәрсені жалпы жан күйіп кететіндей мен фанат емеспін. Қай клубтың ойын ұнататын командалар бар ғой. Қай клуб енді саған ұнайды? Жақынырақ МЮ мен Реал мен өзіме. Саған ең ұнайтын сол? Маған өзіме жақын. Оның Роналдоның да бір қатысы жоқ. Ол просто оған дейін де, одан кейін де. Реал ше? Реал енді Галактикос қой, басқа ештеңе емес. Просто Галактикос көретінбіз. Бар, МЮ оған дейін МЮді көрдік. Журналдарда көреміз. Клуб па, ол кімдер, оның тренер кім деген нәрсе қақпаймыз. Просто МЮді көресің, сурет көзге түсе бергеннен кейін ғой, чисто только из-за этого. Сен өзіңді глор болельщиктігін есептемейсің бе? Жоқ, вообще. Ешқандай бір клубты хейт етіп отырғанды бүйтіп асып қатты жақтыра бермеймін. Жалпы глор деген түсінесің? Типа 2-3 клубқа болет ету ма? Әр адам өзі біледі ғой. Өзі біледі, бірақ симпатия деген нәрсе. Симпатия ғой менде, мен бір болельщик емеспін. Мен бір фанатский бір движение, бір Реалдың футболкасын киіп алып, бір Реалдың матчтарында бір паптарға барып, деп отып, ертесіне МЮдің ойында отырсам, ол бөлек әңгіме. Мен МЮдің да матчын көремін, Реалдың да матчын көремін. Егер екеуі ойнап жатса, бір 51%-пен Реалға басымшылық бар. 49-да 51. Қалай ойлайсың, Реал Мадрид Галактикос болды ма биыл? Қазір енді Галактикос емес енді не деймін да, екінші Галактикос жасап жатыр ғой. Үшінші Галактикос может ана кезінде Лига чемпионов алған составты да айтуға болады ғой. Шли мега составтардың бірі. Қазіргі Мбаппе ойнап кете алар ма? Мен білмеймін, ол неге ол сұрақ бар. Алдында мысалы Галактикос болған кезде ештеңе істемеді ғой Реал Мадрид. Сол көз алдыда бар да любой адамның ше андай. Алдын Галактикос болды, ештеңе аламады Реал Мадрид. И қазір тағы Галактикос болды. Мбаппе бір гений мотивация емес қой, ол бәрібір менің ойымша мотивациясы бар. Одан кейін бұл андай Неймармен таласып, номер 1 болғысы келетін деген сөз, бұл да спортивный злость бар деген сөз да. Болды ол жеткілікті. Ертең бір 2 Лига чемпионов алып,
тағы да бір чемпионат мираны алып жатса 1-2 жылда, одан кейін может ішіп кетті, шайып кетті деуге мүмкін бір мотивациясы құлады деуге. Сака Реалда бәрі гол соққан, үшеуі де гол соққысы келеді да, андай бір-біріне жағатын ұстап. Екеуі арасында. Қызғаныш. Мбаппе мен үшеу болды ғой енді. Жоқ, Родриго мен Винисиус, Родриго всегда андай на уступки шел, ол бір қатты бір галиадорлыққа таласып, ода бір. Енді сол бір-біріне қызғаныш болмай ма деп жатқаным ғой. Білмеймін, көреміз, ойын көрсетеді. Мен бір кешегі финалды көрдің ба? Иә, көрдік қой. Қалай? Арменияда отырып көрдік. Нормально. Мбаппенің, енді білмеймін, бір келе сап бір асыра сілтеп білегін қайырып тұрып жұмыс істеуге кіріп кетті деп айта алмаймын, но ойнап отыр. Андай ғой. Қара. Реал дейді, анау дейді, мынау дейді. Ана ойын сен көрдің бе өзің? Иә. Не ойын мысалға? Аталантаға допты беріп қояды бірінші таймда. Иә. Аталанта ештеңе істей алмайды. Ондай нәрсе бола ма мысалы? До того допты беріп қойып, хладнокровие да игроктарды вообще чух етіп тұрған жоқ қой, былайша айтқанда Аталантаны айтып, екі шапалаған құлақ шекеден тартып, Парасаш врачқа шәуілдірге қарай салып жіберді пойызға. Енді қара, саған мынандай сұрақ. Давай екі команданы аламыз. МЮ мен Реал Мадридтің тарихын сен көре бастағаннан бер жағын айтамыз. 2000. Динозаврлар керек емес, динозаврлар кезі. Мынау сен көре бастағаннан кейінгі жағдайда, мысалы сен көрдің қанша уже там 15 жылдан асқан примерно, ал сол уақыттан бері ең мықты гол сен үшін қайсысы? Қайсысы да? Реалда соққан и МЮда соққан. Реалда Роналду мен Бейл. Жоқ, бір гол айт. Екеуін біреуін таңдайтын болсақ па, Бейлдікі шығар. Ливерпулға соққан. Финал 2018. Юнайтед. Тоқтай тұр, бірақ Бейл деп айта салдым, қандай голдар бар. Бір кішілей важный гол деп айта алмайсың ғой, оны. Жоқ, важный емес. Әдемі ма? Әдемі, иә, ондай. Реал Мадридтің голы дегенде сол. Әдемі Бейл, неге Роналду емес дейтіндерге, просто Бейлда неудобный позиция, неудобный аяқ, неудобный жерден ол салды. Роналду идеальный келді, ол бағанағыдай ғой, бұл жерде де 51-де 49. Ал МЮда? МЮда енді бір Руни Ситиға салған гол, через себя Нанидің подачасы. Басқа, енді ең әдемі гол. Соқа ағып тұрған гол. Жүзім болып, шірес сыртынан шығып жатыр ма? Сондай гол. Ал сенің менің бойынша Реалдың и МЮдің тарихында ең мықты игрок кім? Оны айта алмайсың ғой однозначно. Біреу керек. Біреу керек дегенде андай викторина сияқты болып істеп отыр екенсің сен, иә? Реалдың тарихындағы ең мықты игрок енді Роналду шығар. Абсолютный ғой. Бұл жерде бір конкурент болатын да адам бір жоқ шығар. Ференс Пушкашты айтуға болады, Ди Стефано деуге болады. Ну, бұндай результат ешкім көрсеткен жоқ. Ал МЮда? Тағы Роналду ма? Жоқ, Роналду емес, МЮда. Мысалы, МЮға қойсаң, Роналду мен Руниді қойсаң, мен по-любому Руниді таңдар едім да. Бірақ значимый фигура деп мен үшін МЮда опа, Пике дегенсің ба? Погба деп қуып кеткенсің ба? Решфорд деп. Он однозначно бір явный лидер жоқ, Руни дейік мақыл. Потому что я мен МЮді көргелі бері әйтеуір Руни всегда бар да, короче. Потом Руниден асып түсері кім? Лучший бомбардир Руни, лучший бомбардир АПЛ-да Руни. Мен де представить ете алмаймын, Руниден асып түсетін ешкім. Меніңше жоқ. Я Руни ғой. Ана жақта Реал Роналду болса, мына жақта Руни. Ал сен үшін мысалы Реал Мадрид сонша камбек жасады да, бір жылда 5-6 жасап тастады. Ал сен үшін ең важный камбек қайсысы? Вообще историясында сен көргелі бері андай рахаттанып андай міне камбек. 2014 финал ғой. Атлетико Мадридтан Рамос. Одан артық не керек енді? 2014 мен үшін. Иә, сол сен үшін сұрап отырмын да мен. Потому что сол ойында мен көріп отырмын, уже бір жақ шапалақ ұрып жатыр, не қалай болды деп сонша күтіп, ол кезде енді қатты көретін еді. Қазір ғой бір немен қарайсың, бұрындары, ё-моё, қалай зорға жеткен финалды как можно просрать деген сияқты. Тупой гол ғана Гадиннің голы мысалға бір тактикалық тұрғыдан алғанда деп бір бүйтіп жүргенде сөйтіп кіліп қалды, Касилlas шығып кетті, ілініп кетті деген гол. Рамостың голы андай денені түршіктірген гол ғой. Давай енді камбэк болып дальше ары қарай енді қалтасына сақ қойды ғой Атлетиканы. Енді қарасаң, бүкіл не обязательно там МЮдан или Реал Мадридтан бүкіл барлығынан жауап бересің да? Сұрайтын. Сен үшін ең мықты оң аяқ? Оң аяқ? Иә. Роналду. Сол аяқ? Месси.
Ең жылдам. Ең жылдам за всю историю ма? Иә. Қазір Винисиус шығар. Мбаппеден де жылдам ғой. Маэстро, Кросс. футбол IQ. Иньестаға шығар. Бір шаг. Просто потому что ол андай решающий голдарды көп салған Испанияда ойнады. Мотор. Пуйоль. Пуйоль. Бірақ Рамоста мотор болды кезінде. Мықты адамдар болды, біраз айқайлайтын адамдар, пихать ететін, но мақұл. Қазір ойға Пуйоль келіп тұр, ана брутальный түрімен, деп арыстан болып ма? Как раз сенің барбершопыңда арыстан екен. Райын біз қазақ футболында не айтып отырмыз? Қазір частный адам кіріп футболды қолға алып ақшасы атады дейміз да. Енді европалық футболда ондайға что запрет бар ма? Бізде менің ақшам болса, кетті ғой біздің Каспийдің Ламтадзе. Үшінші дивизион. Бізге әлі келуі бір көреміз ба ол күндерді? Неге? Біздің әйтеуір біздің де ниетіміз бар ғой әйтеуір. Жоқ, бәріміз қалаймыз ғой сондай нәрсені біреу келіп спонсировать етіп көтеріп. Жоқ, өзім ақ спонсировать етемін деген ниет бар. Иншалла бір проекттарымыз жақсы жүріп жатса, Алла тағала берекесін болып жатса, бір бар ордабасын сатып алу деген мақсат жоқ. Бір әйтеуір бір екінші лигада ойнайтын бір клубты алып баптап, 1-2 жыл жас балдарды көріп, одан кейін бірінші лигаға өтіп, бір 2 жыл жүріп жатқан өзіне біраз сабақ аласын. Қазір біраз аларымыз танимыз. Солардан опыт жинап менің ойымша. Күн қара, во-первых, мен видео түсірмей тұрғалы, қазір біраз адамдар мен сияқты түсіретін болды. Біраз кәдімгі действующий, маған дейін де жүрген адамдар уже оппа, движок келді, бір адамдар бүйтіп жатыр деген нәрсеге мен ықпалым тигізсем, Аллаға мыңдау үшін, Аллаға разылық болсын, тек қана басқа бір ештеңе жоқ. Бір тағы да айтқам, алдың подкасттарда айтамын. Мен жалпы футболның бір эксперт емеспін. Мен сен сияқты футбол жақсы көремін. Просто мен бір подача бердім, Аллаға шүкір өтіп кетті, адамдарға өте деген сол нәрсе керек екен адамдарға. Ол өзіме де керек болып жүрген. Мен сол басына сен бірінші тура сол сияқты футболдан да біз неге істей алмаймыз? Қойып берсе істейсің ғой? Неге жасамасқа? Неге жасамасқа? Иншалла жасаймыз ол тұрған бір. Мен ойламаймын бір сен айтып отырсың ғой, біз көре аламыз ғой деп. 10 жылда болып кетеді, может, 3 жылда болып, кім біледі, может, келесі жыл сезонға заявка тастап атамыз көктемде. Бұйырсын. Жоқ, просто енді білесің ғой өзіңде, бізде сәл қиындау төбеде, темір көке деген нәрселер қысады по-любому бізде деп. Футбольный клуб ашсаң ба? Жоқ, футболда мысалы балдарды шығару деген нәрсе. Ол өте үлкен проблема, ол өте үлкен дерт. Мен Арман Пірманов деген братымыз бар, осы футбол, Шымкент футболының жанашыры. Кеше ғана екеуміз Арменияда 2 күн осы теманы талқыладық. Ол айтады, брат дейді. Ол айтады, брат, мына жігіттен жақсы ойнайды дейді. Бірақ ана жігіт ойнау керек дейді. Ол потому что ананың баласы, ол потому что мынаның баласы. Мен өзім куә болғам ол нәрсеге. Мен куә болғаным жоқ, бірақ естуім бар, анауым бар деген сияқты. Мен бірақ шоке болдым. Бірақ мен айтатын нәрсе, сол система бола ма? Мен айтамын, сен бірақ басқа біреудің баласысың да, сені қоя ма составқа, сен ойнайсың ба? Мен ойнамаймын ба? Бірақ по факту сенен мықтымын. Үйтіп футбол дамымайды, үйтіп жүре бересің, ыңқылдайсың ғой, короче, ары қарай ыңқылдап кете бересің. Талай балдар Кореяға кетіп қалды футболшылар. Мен танитынмындай. Кореяға? Иә. Кореяда не бар? Не істейді? Мысалы қара, 10 жыл футбол жұмыс істеуге ма? Кореяға ойнауға кетті. Қара, 10 жыл футбол ойнаған, сабақ оқымаған, не жұмыс істейді ол басқа? Мен осыны алдында бір неде айтқам. Мен тура сен сияқты зеленый болып, деп жанып келіп жатқан кезде, әлі де зеленый, мен бір ешқандай бір опытым жоқ, 3,5 ай болған шығар. Сол 3,5 ай бұрын осыдан талқылаған мен. Біздің бірінші лиганың футболистері, тағы да айтамын, үлкен контракт алмайды. Олар надо өт кешкісін таксовать етеді. Сөйтіп жүрген первый лиганың клубтары айлық төлемейді. Жарты жылдап, 4 айлап, 3 айлап. Анау қалай өмір сүру керек? Одан қалай? Конечно, Кореяға кетіп қаласың, Түркменстанға да кетіп қаласың, қайғы-шағы соғып кетіп қаласың. Потому что саған ана нәрсе больно, слишком больно. Сен жарты жыл футбол ойнайсың, еще сен білесің, денсаулығың тастап кетесің оған. Ол мәңгілік ақсаңдап жүру мүмкін кейін. Вечный профессиональный футбол деген ол будущий бір бағанадай медициналық қызметкерге бір тәуелділікке әкеледі ол. Сүйегің не қыласың, суставтарда бана жидкость дейді тізенің арасында. Ол бүкіл проблема кетіп қалады. Сондай денсаулығыңды бересің, күнде 2 рет, 1 рет тренировка жасайсың. И сол клуб саған былайша айтқанда motherfucker, короче, выживай как хочешь дейді. Ол қалай ол? Мен братишкам не болды? Бірінші лигада ойнайтын еді. Мұрнысында Ташкентке барып өзінің ақшасына операция жасап келді. Бұл мен біреуден естіген емеспін. Туғанының ба?
Жоқ, ағам туысқаным ғой. И ол маған айтып жатыр да, осындай дейді да. Мен Қай команда ойнайды? өзімнің ақшамда. Қазір Арыс бар еді ғой бұрын. Сода ойнаған ба? Қазір Тұран болып кеткен. Бұрынғы Арыс. 2021-ге дейінгі Арыс қой. Иә, қазір Тұран болып кеткен. Бұрын Ордабасының несі түлегі ол. И кейін неге өтіп кетті? Арыс сол жерге шақырды, тренер сол жерге барған, и бұларды шақырған. И мұрнысын барды да өзінің ақшасына емдеп келді. И мен айтамын, клуб хотя бы жартысына жоқ, ештеңе берген. Билет те бермейді ғой. Черняевке, машин драйверге де сал жүрмейді ғой. Сол бәрін өзім істедім дейді да. И үйдегілерден ақша сұрауға ұяламын дейді. Мен уже 21-дегі баламын дейді да. И мен олардан ақша сұрау қалай болды дейді да. Мен сонша жыл футбол ойнаймын да дейді. И қазір Кореяда, білесің ба, тренер. Футболдан ба? Иә, тіл білмейді, бірақ тренерлік жасап жатыр. Істеймін деген адамға. Иә. Бермейді да бізде, мысалы, сен қазір істеймін деп жатсың, базар жоқ, бұйырсын Құдай қаласа там. Жоқ, ол планда істеймін деген бір әлі четкий ген планым бүйтем деген жоқ. Содан басталады ғой енді бәрі, содан басталады. Неге істемеске деген. Иә. Ол даже кәсіп жағынан да өте выгодный бизнес қой, негізі түсіне білген адамға. Түсінемейді ғой сол. Мен білмеймін. Жоқ, түсінбейді дегенде жоқ, мықты кәсіпкер ағаларымыз бар футбол кісі. Может, ол кісілер бағанағыдай ғой, снизу бүйтіп астынан таптап өткіземейді. Мысалы, сенің ақшаң бар болса, мен де дайын Ордабасы клубын сатып ала салғым келеді. Ақшам бар болса, бір қымбатта тұрмайды Ордабасы. Бір аукционда мысалы шығарады ғой, госреестр дейді ме? Білмеймін, мен госреестр шығарады шығар, скорее всего. Ну, сол порталдан көруге болады. Шли қымбат 1,5 миллиард ба ақша, бір 2-3 кісі. Бізде Шымкентте де жетті ондай адамдар. 5 адам 500 миллионнан шақырып алса, ана клубты гүлдендіріп жіберуге болады. Тем более дайын спонсорларың бар. Ол кезде клуб менің ойымша дамытуға болады да. Осылай ол өте выгодный нәрсе. Сен билет сатасың. Дальше, короче, мен ол өзімнің планымды айтсам, қазір қуып кетемін. Әжептәуір қуып кетемін, но игрок дайындап шығар. Сен ешкім клубының көкесін, жәкесін, баласын алмайсың. Өзің сол баланы тәрбиеле да. Агентский контрактын жазып қой да, отыра бер. Енді бір тонкустар бар, әрине бір келесінде істей саласың емес, но есептеп кірсең, мен уже спокойно жүргізуге болады. Конкуренция жоқ бізде, нөл. Любой клубты алда, любой клуб жүргізіп кет. Реал мен Манчестер Юнайттың ең мықты гол, Қазақстан ұлттық құрамасының ең мықты голы. Тоқтар Жаңғылышбай, 2019 жыл, Кирилла Ковальчук, мен көз алдымда болған Астана аренада. Аниш ұйықтатып тастаған, Аниш бүйтіп қайқа кетті деп топ таппады. 2019 жыл қателессіз. Асхатты айтасың ба деп ойладым. Асхат қай голы? Асхат берген. Не ма? Данияға салған гол. Жоқ, сен премьер-лиганы сұрап жатсың ғой мен. Жоқ, мен Қазақстан сборныйын айтамын. Елде Асхаттан басқа конкурент жоқ шығар дәл қазіргі сәтте. Мен сол кезде премьер-лигада Тоқтар Жаңғылышбай. Сол кезде Германияда едім, көріп жатырмын. Содан кейін ертесіне уже сұрайды ғой, қаяқтансың Қазақстан десем, сразу анау деп біліп жатыр да, көз алдына келіп жатыр да, кеше кімбе келінен жұмысқа барып андай әңгімелесесің ғой, сұрайды Қазақстан десем, уже деп. Мини-футболды білет Германия біздік. Енді мини-футбол топ. Сұраймын мен, білет бәрі мини-футболды таниды, и біздің көкпарды таниды. Көкпарды білемін. Көкпарды мен білмеймін ғой. Жоқ, мен көкпарға бүйтіп қатты қызығушылығым жоқ, просто. Енді сұрайсың Қазақстаннан не білесің деген сияқты көкпарды и там мини-футбол. И көкпар деймін. Енді ұлттық спорт, где-то что-то білемін. Асхатты айтты ғой. Асхат жарды ғой бірақ. Қара, максимальный тез жауап беруге әрекет жаса. Викторина ма? Иә. Лига чемпионов или чемпионат мира? Мен үшін ба? Иә. Лига чемпионов просто потому что ол көп. Иә. А Ла Лига или АПЛ? АПЛ. А серия или Бундеслига? Ой, екеуінен ешқайсысы да емес. Екеуі де серия бағана более силовой футбол, Бундеслига более атакующий. Үлкен есеппен ұту или камбэк? Лучше уверенная победа, по-любому. Чем валидольный матчтарға қарағанда. Тотал футбол или тики-така? Жоқ, просто красивый футбол. Тики-такадан өзінің кереметі бар, тотальный футболдың да өзінің кереметі бар. Гвардиола или Клоп? Гвардиола или Клоп? Гвардиола. Хави или Инеста? Екеуі де... Джо, біреу. Инеста, мақұл. Жоқ, Хави деші. Инеста ойнап жүр, Хави тренер болып та айтыр бұл. Модрич или Кросс? Білмеймін, Модрич шығар, мақұл. Рамос или Ван Дайк? Рамос? Ди Мария или Салах? Опа, Салах один.
Неймар или Азар? Неймар, Ибрагимович или Бензема? Бензема. Бенземаны білесің ба сен? Вообще ол Бензема тенде жүргенмен ол псих қой. Ол не істемеген, ол қанша жыл күткен величие. Ол даже Роналдумен жүріп Роналдулардың заманын көре тұра, стабильный гол салып жүрген адам ол. Бенземаға мен айтып жатырмын ғой. Топчик. Куртуа или Касилес? Енді бәрібір бана Галактикос Касилес болсын. Куртуа ешқандай кем деп ойламаймын бірақ одан. Виктор Вальдес или Тер Стеген? Вальдес. Левандовский или Суарес? Суарес. Марсело или Дани Алвеш? Марсело. Бөлек қана техникасы. Жаным Марсело. Красавчик қой жалпы. Кевин Де Брюйн или Месут Озил? Де Брюйн шығар. Озил да красавчик қой жалпы, но результат статистикаға қарайсың болды ғой. Холланд или Мбаппе? Холланд или Мбаппе. Екеуінен бүйтіп номинально сен қалай салыстырасың? Ана Венгер мынау просто адами ретінде ма? Жоқ, футболдың көресің ғой бәрі екеуі де топ. Мысалға Холланд ұнайды. Ол жоқ жерден бір тебетті гол сала салады. Мбаппе креативит етеді, қашат етеді. Енді Реалға өтті мақұл. Мбаппе. Харри Кейн или Агуэро? Сити айтып отма, ұнамайды қатты. Түсінікті. Гризман или Пол Погба? Гризман. Погба қалай жағдай? Соңыз қандай сұрақ деп ойлайсың? Месси Роналду ғой? Ешкім емес. Ол сұраққа жауап бермеймін мен. Айтып отма ғой. Келістіруге болмайды ол екеуін. Мен қара оң аяқпен сол аяқ десең айтуға болады. Енді ладно, мен Реалға жақында МЮ-ға да ойнаған үшін Реал Роналду таңдаған деп айтайын да. Бірақ бұл жерде де 51-де 49 да жоқ та, бұл жерде 50-де 50 таза. Ал мысалы қарада, мен Барсаның фанатымын, бірақ мен Роналдуны құрметтеймін. Мен ішінде пик Роналду. Бірақ неге көбірек мен көп байқаймын Мессидің золотой мячын көп адам мойындамайды. Енді мен өзімде бір-екі вопросым бар. Роналдуға да вопросым бар. Мен mesela мынандай нәрсе айтайын, білмеймін, бір ешқандай подкастта айтылмаған шығар. FIFA мен УЕФА-ға жалпы футбол ассоциациясына ол екі футболист керек. Оларға невыгодно басқа біреулер аватса. Мысалы Левандовский 2020-да алды. Какой хайп от этого? Типа да, берсе. Левандовскийді өте жалко, он был достоин. Беру керек еді. 21 Мессиге берсе, бәрі Левандовскийге беру керек. 21 іштен істеген жоқ қой Левандовский. Месси не істеді? Месси істеді ғой. Не істеді, вот тачы. Қара, Элчеда ойнағанда, әрбір матчта мен of the match. Жоқ, результат. Ла Лиганы алдық. Болды. Жоқ, 21-дегісіне, ладно, мен 23-дегісіне вопросым бар да. 23 алған жоқ қой. Қалай алған жоқ? Холландқа бермей соған бер жерген жоқ па? Жоқ, 22 емес пе ол? 23 қой, қателеспесем. Мен білмеймін, андай сұрақ қойып жердің ғой. 23 қателеспесем. Мен дұрыс қой, биыл 24-ті кім береді? Алдыңғы жыл Месси алды. Дұрыс қой. Алдыңғы жыл Мессиден кім алды енді басқа? Месси алмай. 23-ті Месси алды. Вот соған ба. Мен ойымша Холланд. Потому что Холланд ол. Чемпионат мирді алды ғой Месси. Чемпионат мир бәрін шешіп кетеді ғой ол по-любому. Айтамайым. Холланд гол. Хорошо, чемпионат мираны алды дейсің. Чемпионат мираны 2022-де алды ғой. Енді қара, сол форматын өзгерді ғой енді, не Франс футбол. Қыста өтті. Жоқ, Франс футбол золотой мячты беруді өзгертті. Сезонға беретін болды. Бір жылға. Маған 100 золотой мяч жасын, маған разница жоқ. Месси мен үшін топ. Просто 1-2 алғандарына кәдімгідей, сен өзің кәдімгідей чемпионат мираны алдың ғой. Холландты недостоин деп айтамайсың ғой. Сен просто Барсаның жанкүйері ретінде саған Мессині алғанда, ну ладно, алса ала берсін, типа заебись. Холланд, типа жас бала. Мен де тура сондай. Роналду 2012-де, 13-те. Рибериға, мен үшін Рибери более достоин. Роналду, ну ладно, алса ала берсін. Сол кезде мен үшін андай бір қатты бір привилегия кетіп қалған. 8 бас, 180-ін алмайды. 108 алсын. Жабылмайтын тема дейсің ғой. Ол открытый обсуждение всегда ол бір. Давай енді мынандай. Менің мнением ештеңені өзгертпейді жерде. Сенің армандағы команданы түземіз. Dream Team. 4-3 классика ғой. Любой кімді қойсаң өзің білесің. Может, Варатаға өзің қойсаң. Сен айтып отырсың, Варатар левый. Оны айтамын ғой.
Да, вратардан бастаймыз. И қара, вратардан бастаймыз. Екі орта и екі сол жақ, оң жақ. Вратар. Кан. О, неожиданно. Либо Вандерсар, либо Кан пусть основа, Вандерсар пусть неде. Ага. И второй. Екі орта. Екі орта. Пике Рамос. Эй, бай, Пуэль Рамос. Что там думать? Ага. Оң жақ. Оң жақ. Кафу деуге болады, Карвахаль деу, бірақ Карвахальға вопрос жоқ. 10 жыл стабильно. Сол жақ. Сол жақ. Кезінде маған ұнайтын, енді білмеймін, бір қатты ол кезде футбол көрмейміз, бірақ прическасымен ойнап жүретін Бакари Саня деген футболист болған. Арсеналда ойнаған, 3-ші номермен. Сол футболист мен андай есімде қалып кеткен да, но бүйтіп дәл соны таңдауға, ол пусть неде болсын, заменада болсын да, бірінші номерге левый защитаға. Без вопрос, Марсело, да? Как защитник Марсело, өте слабый лау ғой негізі. Как игрок, как допты алдан шығару бойынша базы жоқ. Как защитник Марсело енді қатты топ емес. Левый защитник кім бар еді? Я ешкім түспей қойды. Левый защитник. Гафуржан Сүйінбаев болсын мақұл. Топчик қой негізі, кезінде топ болды. Енді орта. Центр, оң жақ, сол жақ. Онда Бускетс, Кросс и Модрич впереди. Алға. Алды да. Өзің білесің қалай қоясың. Форвардтан мен қояр едім. Бөрді Суарес, либо кім болып тұр менде? Бензема, Левандовский. Осы үшеуін топ үштіктен қайсысын таңдаймын. Енді Батистута деп айтсам, оны ешкім танымайды да. Инзаги де қуып кетпеген. Инзаги да мысалға қатты бір не емес. Фартовый игрок қой больше, но мақыл. Бензема, мұсылман ғой. Оң жақ, сол жақ. Оң жаққа либо Месси, либо Салах, сол жаққа либо Роналду, либо... Біреуін айтса сен... Енді қалай айтасың? Мақыл Месси болсын, мына жаққа Роналду болсын. Енді бірақ шли андай болып кетеді да, сол үшін... Жоқ. Сол үшін мен Салахты аламын да, солға оңға Мбаппені аламын. О, анау екен. Демал ма? Даже Винисиусты аламын Мбаппе емес. Бәрібір уже опыты бар, қатты жана бермейді. Тренер кім? Фергюсон болсын. Фергюсон? Атамыз. Сэр Алекс Фергюсон. Бір Қазақстанда игрок кетті, әдем. Гафуржан. Гафур аке. Алға. Өте мықты, мен үшін орда басыда 2015-2016 Гафур қалай ойнайтын, мана дубльдағы балдар бар ғой, айтатын. Гафур топ болған. Әлде топ шығар енді, жас келді, 34 өзінкін алды, но 34 жасқа ол топ мен үшін. Кезіндегі Гафур прайм зор еді. Анау, мен саған айтайын, Дания дейміз, Асқаттың голы, екінші орында Гафурдың голы, тура сол Данияға. Гостевой. Сен жақсылап қарасаң болады, бұдан кейін. Біраз білмейтін адамдар болса, сол голда 2016 жылы отбор болып жатыр, по-моему, Лига Европаға, Евроға. Правый, ПФЗ дейді ғой, правый фланговый защитникті ойнап жүреді да, солға бір тартады да, білмеймін ән жерде, 35 метр бар ма, 30 метр бар ма. Қалай жағдай деп Каспер Шмейхерға сұғып жібергені бар. Сол құрметті жанкүйерлер, осымен подкастымыз аяқталды. Айтарың болса? Ассалаумағалейкум, бәрі жақсы, іске сәт өзіңе. Жақсылығың берекелі болыңыз. Келгеніңізге рахмет. Алла разы болсын. Рахмет саған да.